Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен авокадо мен черри помидор қосылған салат дайындау жолын көрсетемін. Бізге 4 авокадо, 2 сары болгар переці, 2 огурцы, 300 грамм черри помидоры, көк пияз керек. Біріншіден осылай авокадоны турап аламыз, майдалап, тазалап. Бір ысқа саламыз туралған авокадомызды. Одан кейін болгар бұрышын тоже майдалап турап аламыз, демлеп. Оны да турап алғаннан кейін сол ыдысымыздың авокадоға қосамыз. Екі болгар бұрышымызды салдық. Ендігі кезекте 2 огурцымызды тоже көрсетілгендей етіп жіңішкелеп турап аламыз. Оны да осы туралған авокадо мен болгар бұрышымыздың үстінен саламыз. Келесі кезекте бізде черри помидоры. Черри помидорларын 2 бөлікке бөлеміз. Черри помидорын 2 бөлікке бөліп, оны да туралған қоспаларымыздың үстіне қосамыз. Келесі кезекте бізде брынза 150-200 грамм көлемінде қоссаңыздар болады. Майдалап кубиктап тураймыз. Міне біз салатымыздың бүкіл ингредиенттерін қостық десек болады. Енді бір кукурузаны алып, бір баночкада кукурузаны алып ашып қосамыз. Және де бетіне аздаған көк пияз турап қосамыз. Төрт ас қасық көлемінде майонез, 2 ас қасық көлемінде бальзамический крем қосамыз. Кішкене пиязымызды, осылай көк пиязымызды басымен қосып әдемілеп майдалап турап, бетіне қосамыз. Бүкіл ингредиенттерді араластырамыз. Жарты чайный ложка көлемінде тұз қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.